Қайырлы күн, құрметті Ғали Нәжімеденұлы, және аудан тұрғындары, және бүгінгі жиналысымызға қатысушылар. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер жергілікті тұрғындармен жаңа форматта өткізуге бекітілген болатын. Бүгінгі кездесуге Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Нәжімеденұлы Есқалиев, құқық қорғау өкілдері және тиісті облыстық басқарма мекеме басшылары қатынасып отыр. Сонымен қатар аудандық мәслихат депутаттары, саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және Сұлукөл ауылдық округінің тұрғындары қатынасуда. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгінгі кездесудің басым бөлігі сұрақ жауаптарға бағытталған. Сондықтан да толғандыратын мәселелерді ортаға салып, бүгінгі кездесуімізді ашық форматта өткізуге шақырамын. Жалпы ауданымызды ауылдық округ дамыту бойынша ұсыныс пікірлеріңіз болса, залда орнатылған микрофон арқылы айтып отыруларыңыз сұралады. Құрметті Ғали Нәжімеденұлы және қадірлі жерлестер, енді кезекте Сұлукөл ауылдық округі бойынша атқарылып жатырған жұмыстар туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Құрметті Ғали Нәжімеденұлы, ауыл тұрғындары және кездесуге қатысушылар. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ағымдағы жылдың 3 наурызындағы әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес, үстіміздегі жылы ауданымыздың барлық ауылдық округ әкімдері және аудан әкімі 90 сайын аудан ауыл тұрғындары алдында есеп берген болатын. Ағымдағы жылы сәуір айының 29 күні аудан орталығында облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлының қатысуымен есеп беріліп, сол есепті кездесудің қорытындысымен аудан тұрғындарының көтерген мәселелері бойынша облыстық іс-шаралар жоспары жасақталған болатын. Көтерілген 22 мәселе осы іс-шараға енгізілді. Аталған 22 мәселенің күні бүгінге дейінгі 9-ы орындалса, 13-і орындалу үстінде. Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы аудан әкімдігінің бақылауында. Бүгінгі кездесуіміз өтіп жатырған Сұлукөл ауылдық округі бойынша қысқаша тоқталып өтетін болсам, халық саны 2011 адам, округ аумағында құрамында 4 елді мекен кіреді. Сұлукөл ауылдық округінің жер көлемі 167.459, ауыл шаруашылық бағытындағы 68.219 гектар жері бар. Босалқы жер қоры 71.518 гектар. Соның ішінде резерв 27.455 гектарды құрайды. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес орындау мақсатында пайдаланылмай отырған жер телімдерін ауданымыз бойынша мониторинг топтарының түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде 7 шаруа қожалығы 27.518 гектар жер телімін толығымен, 5 шаруа қожалығы жартылай бөліктерін 3.310 гектар және сот шешімімен 1 шаруа қожалығының 1060 гектар жері толығымен барлығы аудан бойынша 32.428 гектар жер телімі мемлекетке қайтарылды. 2022 жылдың 1 қыркүйек жағдайында ауылдық округ бойынша ірі қара 9.940 бас, оның ішінде аналығы 4.060 бас, қой мен ешкі 21.812 бас, жылқы 5.083 басты құрады. Мал басының саны мемлекеттік қолдаулардың арқасында жыл сайын көбейіп келе жатыр. 2020-22 жылдар аралықтарында 95.700.000 теңге көлемінде субсидия 27 шаруа қожалығына төленді. Округ бойынша асыл тұқымды ірі қара малын өсіретін 3 шаруа қожалықта асыл тұқымды ірі қара 410 бас және 1 шаруашылықта 894 бас асыл тұқымды қой малымен айналысады. Машина тракторлық паркте жаңару мақсатында соңғы 3 жылда 24 шаруа қожалығы, 19 дана трактор, 32 дана басқа да ауыл шаруашылық техникаларын лизинг әдісімен алуда. Мына біздің ауылдық округтердің ішіндегі осы Сұлукөл ауылдық округінің бір ерекшеліктері, бұл ауылдың шаруа қожалықтарының, ауылдың тұрғындарының жаңаша бағытқа бейімдеу бағытында жұмыстарын өте жақсы қойғанын айта кеткім келеді. Сонымен қатар бұл ауылдық округте ауданымыздың бір ерекшелігі басқа округтерден бұнда жаңағы бау-бақша өсірумен айналысады. Осында мысалы Жанбақ шаруа қожалығы жылда жаңағы қарбыз егумен айналысып келе жатыр. Тамшылатып суару әдісі арқылы. Сонымен қатар биыл енді өздеріңіз білесіздер, жаңағы Қалдықайты өзеніне су жақсы келді. Соның арқасында биыл жаңағы осы ауыл тұрғындарының 5 ауыл тұрғыны бізге өтініш берген болатын. Жаңағыдай 1 гектарға дейін жаңағы конкурсы берілетін жер беруге болатын мүмкіндік болды. Соның арқасында біздер 5 тағы да қосымша адамдарымыз осы ауыл тұрғындары жаңағы қарбыз егу жұмыстарымен айналысты. Бұл да жаңағы біздің қойған бір талабымыз, жаңағы Қалдықайты өзенінің суын тегін жатқан су емес, соны жаңағы қазіргі соңғы әдісті пайдаланып тамшылату әдістерін
қолданыңдар деген бағытта сондай тапсырмалар болды. Соны біздің ауылымыздың тұрғындары осы ауылдың қабылдап, биылғы таңда жаңағы мысалы Жамбақ шаруа қожалығы мысалы 48-де 2 тонна өнім алынса, жаңағы ауылдың тұрғындары тамшылатып суару әдісімен 120 тоннадай жаңағы бақша өнімдерін алғанын қателеймін. Сонымен қатар аудан шаруашылықтарын енді мал шаруашылығы, егіс шаруашылығында қолға алуда енді облыс басшысының бірден бір беріп отқан тапсырмасы мына екпе шөптерді егіс көлемдерін көбейту бағытында жұмыстар жүргізу. Бұл бағытта да біз биыл егістің көлемін 1070 гектарға дейін көтердік. Арпа, тары, жаңағы бір жылдық шөптер егілді. Әрине бұл ауылдық округте емес, жалпы ауданымыз бойынша енді Қоскөл ауылдық округі білесіздер, бұрын бізде егіс шаруашылығы болған. Сол бағытта да жұмыстар жасалды. Қазіргі таңда оның да өнімдері жаман емес. Былтырға қарағанда біздер 2,5 есеге егістің көлемін ұлғайттық. Қазіргі таңның өзінде мысалы Қоскөл ауылдық округінде, Егіндіұлы ауылдық округінде 200 гектар жерге жаңағы күздік қара бидай егіліп отыр қазіргі таңда. Енді бүгінгі күнде мал азығын дайындау бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Сіздермен кездескенде де айтып жүрміз. Биыл қоян жылы. Енді мына жедел конкурстеріміз қатысып отырсыңдар. Қоян әрқашанда өзінің қояндығын көрсетеді. Сондықтан да біздер ауданымыздың халқымызға шөп мал азығын дайындауға үлкен қатаң бақылауға қойылды. Жаңағы осы жұма сайын әрбір жаңағы ауладағы қанша шөп түсті, соны сұрап отырдық біздер. Себебі ертең қыста қиналған жағдайда келетін бәрі біздер екенін білеміз. Сондықтан да қазіргі таңда маған берген мәлімет бойынша осы ауылдық округте бірде-бір мал қорасына шөп түспеген аула жоқ деп солай мәлімет берілді. Сондықтан да мына біздің себебі екінші жағынан бұның бір несі, мына жақын жерде Қалдықайты өзенінің қасында лиман осы ауылдық округке жақын. Сол 1000 гектардай лиманнан биыл ауылдан 5 бригада және ауыл тұрғындарынан шөпке шығып, 3,5 теңгеден ауылдың тұрғындарын шөппен қамтамасыз етті. Бұл да біздің мына ауылымыздың тұрғындарының өзінің жаңа бірлігін, осы жаңағыдай шөптің бағасын көтермеу бағытында жасалған жұмыстарын көрсетеді. Біздер соған жаңағы навстречу қарама қарсы барып, өзімізде жаңағы сол көлге шыққан шөптерді жаңағы сол ауыл шаруа қожалықтарына шағуға бергенін қателеймін. Мысалға мал азығын дайындау 21400 тоннаға жетті. Енді ауданымыз бойынша бұл жоспар жаңағы 100,4%-ға орындалды. Яғни округ бойынша жалпы мал бағасының орташа бағасы 3,5-4,000 теңге болғанын қателеймін. Сонымен қатар жалпы ауданымыз бойынша биыл берілген жаңағы тапсырма 112,200 тонна табиғи мал азығы. Қазіргі таңда 120 мың тонна мал азығын дайындап отырмыз. Мал азығын дайындау жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Себебі енді биыл білесіздер, Алла тағала өзі беріп тұр. Биыл жаңбыр да жақсы болды, және су да жақсы келді. Сондықтан шөп биыл өте көп біздің ауданымызда. Әлі де болса да қожалықтарға мүмкіншіліктер бар. Себебі қысты білмейміз біз, қашан басталып, қашан аяқталатынын. Жаңа айттым ғой, қоянның мәселесін. Сондықтан да әлі де бұл жұмыстар жалғасын табу керек деп есептеймін. Сулыкөл ауылдық округі бойынша 57 кәсіпкер тіркеліп, 36 кәсіпкерлік нысан жұмыс істеуде. Ағымдағы жылы округтың бір тұрғыны кәсіпкерлік дамыту ұлттық жоба аясында жаңа бизнес идеяларын жүзеге асыру мақсатында жаңа грант алған болатын. Бұл да әлі жалғасын табады. Себебі кезеңмен жаңадай осындай грант жұмыстары беріліп жатқанын қателеймін. Сулыкөл ауылдық округі бойынша соңғы 3 жылда жеке инвестициялар көлемі 46,800,000 теңге болса, бюджеттік инвестиция көлемі 303 миллион теңгені құрайды. 2022 жылдың 9 айы бойынша аудан шаруашылықтар ауданымыз бойынша өз ісін жандандыруға 651,400,000 теңге инвестиция салса, мемлекет тарапынан 356,100,000 теңге, оның ішінде мал шаруашылығына 268,900,000 теңге, инвестициялық салымдардың шығындарын өтеуге 87,200,000 теңге көлемінде субсидия алынып отыр. Құрметті ауыл тұрғындары, көріп отырсыздар ғой, мемлекет тарапынан мал шаруашылығына қандай субсидияларын беріліп жатқанын. Ауданымыздың әлеуметтік экономикалық даму барысында әртүрлі сала мамандарына да сұраныс артып келе жатыр. Мысалы дипломмен ауылға мемлекет бағдарламасы бойынша әртүрлі сала мамандарын әлеуметтік қолдау жұмыстары жыл сайын біздің ауданымызда жалғасын табуда. Осы мына біз отырған Сулыкөл ауылдық округі бойынша 2020-22 жылдары 14 маманға көтерме жәрдемақы берілсе, 3 маманға бюджеттік несие берілген болатын. Округтың Сулыкөл, Үшана, Төлен ауылдары 2014 жылы толықтай газбен қамтылды. Сулыкөл, Үшана ауылдарына 2018 жылы Ақбұлақ бағдарламасы аясында орталықтандырылған ауыз су құбыры тартылды. Міне көріп отырсыздар, біздің ауданымыздағы ауылдық округтердің мына жаңағы мемлекет тарапынан қолдауды қалай көріп отырған, газымыздың, суымыздың жаңағы ауыл тұрғындарына берілуі, жаңағы айтқан мектебіміздің жаңағы күрделі жөндеуден өтуі, бұл да үлкен жаңағы енді ары қарата
жұмыстарды алып кету ол біздің мына сіздер мен біздердің міндетіміз екенін қателеріңізге саламын. Облыс әкімінің 2020 жылғы 15 ақпандағы халық алдындағы есептік кездесуінде Сәуле, Төлен, Бесова, Алакөл, Шалғын елді мекендерін ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі көтерілген болатын. Осы бағытта биылғы жылы облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, Төлен, Сәуле, Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақшасы мен магистралды сумен жабдықтау құрылыс жобасы бойынша жобалық сметалық құжаттар дайындалып, экологиялық сараптамадан өтті. Қазіргі таңда мемлекеттік сараптамадан өтуге тиісті қаражаттар берілді, тиісті жұмыстар жүргізіліп жатырғанын қателеймін. Сонымен қатар биыл білесіздер, Шалғын елді мекенінен де жаңағы ауылшылық су қорына қаражат бөлінді. Қазіргі таңда ол ауылда жаңағы сумен қамтамасыз ету бағытында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатырғанын қателеймін. Сулыкөл ауылы бойынша Билайн актив ұялы байланыстар және Билайн 4G интернетімен қамтылған. Актив ұялы байланыс желісіне интернет желісі орнатылмаған. Жаңа Төлен ауылдары актив ұялы байланысымен қамтылған және сапасы жақсы деңгейде. Округ бойынша үстіміздегі жылы 104 адам жұмысқа орналасты. Жаңағы білімді әрі жан-жақты дамыған ұрпақ біздің ертеңіміз десек те, ауданымызда білім беру саласына үлкен назар аударылып келеді. Соның ішінде мына біздің округіміз бойынша осы 3 білім нысаны орналасқан. Соның біреуі жаңағы Қалдығайты орта мектебі, біреуі жаңағы Шана елді мекені Аманшин орта мектебі, және біреуі Төлен негізгі мектептері. 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен 328 миллион 381 мың теңге бөлініп, Қалдығайты жалпы орта білім беретін мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Мектепте барлық жағдайлар жасалған, тек жаңағы бала саны мен мұғалімдердің оқытуы, ары қарай сол жұмыстарды үлкен жауапкершілікпен жалғастыру керек деп есептеймін. Мектепке дейінгі ұйымдар бойынша округте 2 балабақша, 2 шағын орталық, 3 мектепалды даярлық тобы бар. Балалар саны 2022-23 жылдары енді 22-де 107 болса, қазір 111 бала болып тұр. Енді бала санында болашақта көбейтуіміз керек, енді жақсы мектепте бала саны оқыған дұрыс болар деп ойлаймын. Округ көлемінде 3 кітапхана, 2 ауылдық клуб және 1 мәдениет үйі үздіксіз жұмыс жасап келеді. Мына біздің кездесуіміз өткізіп отырған мәдениет үйін білесіздер. Осы ауылдың қарттары көптеген ұсыныстар түсіріп, 2014 жылы мысалы Қарашығанақ жаңағы Petroleum Operating компаниясының демеушілігімен үлкен мына мәдениет үйі. Бұл облыстағы бірден-бір мәдениет үйлерінің бірі. Осындай жобамен салынған. Сондай клубта қазір біздер мәдениет үйінде осы үлкен кездесу өткізіп отырғанымызды қателеймін. Қоғамдық денсаулығы еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің бірден-бір деңгейі. Ауылдық округте 3 денсаулық сақтау нысандары орналасқан. Сулыкөл дәрігерлік амбулаториясы, Шана Төлен медициналық пункттері. Оларда бір жоғары білім дәрігер, 10 орта буынды медициналық персонал, 3 кіші буынды жаңағы персонал қызмет жасап жатыр. Қазіргі таңда бұл ауылдық округ бойынша жаңағы медицина саласында кадр жетіспеушілігі жоқ, толық қамтылған. Қоғамдық тәртіп сақтауда да маңызды мәселелердің бірі, осы бағытта да жоспарға сай тиісті жұмыстар атқарылуда. Биылғы жылы осы округ бойынша тек қана жаңа 1 қыркүйекте 3 қылмыс тіркеліп тұр. Қазіргі таңда 2-еуі ашылды, біреуі жаңағы ашылу бағытында жұмыстар жасалуда. Учаскелік инспектордың тұрғын үйі бар, қызметтік көлігі бар, жұмыс жасауға толық мүмкіншілігі бар екенін қателеймін. Сонымен қатар біздер биыл осы мына құқық қорғау органдарына үлкен демеушілік көмек көрсету мақсатында аудан орталығынан жергілікті бюджеттен жаңағы тірек пунктін салдық, учаскелік полицияның. Оның қасында тұрғын үйі бар, жұмыс жасауға аудан орталығы енді үлкен ауылдық округ екенін білесіңдер, сондықтан да жұмыс жасауға толық ыңғайлы жағдай жасалғанын қателеймін. Оған енді Аманат партиясының бағдарламасы бойынша біздер енді 37 миллион қаражат бөлініп, қазіргі таңда оны біздер пайдалануға бердік. Күні бүгінде ауылдық округтегі өзекті мәселелердің бірі енді бұл жол мәселесі. Енді Сулыкөл ауылынан Соналы Шағаш ауылына дейін және 14 шақырым, сонымен қатар Шағаш ауылынан бері қарата Жымпиты Қаратөбе трасса жолына 13 шақырым жаңағы маңызды жолдарды орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Бұл мәселеде жылда жаңа есеп бергенде көтеріліп келе жатыр ауыл тұрғындары тарапынан. Әрине жаңа айтып отырмыз ғанда көптеген мәселе қаражатқа тіркеледі. Бірақ қазіргі таңда бұған біздер бюджеттен қаражат бөліп, техникалық құжаттама жасақтап отырмыз. Қазіргі таңда ұлттық сапа орталығынан сараптаманы өткізуде. Бұл мәселе ауданның 2024 жылғы кешенді даму жоспарына енгізіліп отыр. Алла амандық болса, алдағы уақытта мына жылдың аяғына дейін құжаттарымызды бітірсек, онда жаңағы қаржыландыру бағытында тиісті жаңағы облыстық мекемелерге беретінімізді қателеймін. Сонымен қатар Сулыкөл ауылдық округына Шана елді мекені көптен бері айтылып жатыр, жаңағы 18 километр жол. Бұған да жаңағы біздер биыл осы 18 километр жолды аудандық маңызы бар жолға қостық. Себебі жаңағыдай қыста кейде бір ашылмай қалады, ананың ішінде болмағаннан кейін биыл құжаттар жасап, осы Алла амандық болса қыс мезгілінде
сол жаңағы мына жолдарды күтіп ұстайтын мекеме ашу жұмыстарын жүргізетін болады. Енді құрметті ауыл тұрғындары, енді ауданымыздың әлеуметтік экономикалық жағдай жақсарту бағытында да біраз жұмыстар жасалып келе жатыр. Атқарылатын жұмыстар да бар, және атқарылмай жатқан жұмыстарымыз да бар жаңағы. Бірақ сол енді осы бәріміз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы өзіміздің ауылымызды, мына отырған Сулыкөл ауылын, жаңағыдай ауылдық округтегі жұмыстары, ауданымыздағы жұмыстарды бәрін жаңағы бірлесіп атқаруға шақырамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, Сулыкөл ауылдық округінің тұрғындары. Енді жаңа аудан әкімі айтып кетті, биылдан бастап осындай облыс әкімінің кездесулер басқа форматта өтетін болады. Осы жылдың бірінші жартыжылдығында аудан орталықтарды аралап шықсақ, енді қазір осындай шағын ауылдарды аралап келе жатырмыз. Форматта мүлдем басқа болды. Президентіміздің саяси реформалардың бірі, бұрын білетін боларсыздар, облыс әкімі жылдың басында бір рет Орал қаласында жинап, кісілерді 2 сағат баяндама жасап кететін еді. Енді биыл президентіміздің тапсырмасы осы үлкен баяндамаларға тоқталмай, осы ауылдардың тұрғындарымен кездесіп, олардың хал жағдайын біліп, соларды толғандырып жүрген сұрақтарға сол жерде жауап беріп деген тапсырма түсті. Ол да мына жергілікті атқарушы органдардың ашықтығын, жауапкершілігін көрсететін формат. Сондықтан қош келдіңіздер. Осылай сұрақ жауапқа бірден көшеу болады. Енді ауданыңыз, әрине, жалпы облысымыз елімізде ет шаруашылығымен айналысатын облыстардың ең үлкен аймақ болып саналады. Соның ішінде Қаратөбе ауданында бар. Соның ішінде Сулыкөл округтың жағдайымен қазір аудан әкімі таныстырып кетті. Жалпы үдеріс жаман емес, мал санының басы жақсы өсіп келе жатыр. Жылда 8-10%-ға, ол тек есепте тұрған мал, былай есепте де жоқ малды көріп отырмыз. Әсіресе қой жақсы дамып келе жатыр, қойдың саны. Ірі қара мен жылқы да жақсы өсіп келе жатыр. Әрине, ол біздің ата кәсібіміз. Сол үшін тағы да алғысымды айтқым келеді. Әсіресе мына жастарға, үлкен кісілердің бастап кеткен жұмыстарын жалғастырып келе жатқан. Енді ауылыңыз қарап шықтық, жаман емес, мәдениет үйіңіз керемет екен. 2020-да құрылыс үлкен күрделі жөндеу өтіп жатқанда мектебіңізді қарап кеттім. Енді қазір жөндеудің сапасы жақсы сияқты. Жергілікті біздің компаниямыз жасап кетті, гарантиясы бар. Енді тағы да сол кезде сіздің директорыңыз айтып едім, енді барлығы бар, газ бар, су бар, электро қуат бар, мектеп, мәдениет үй керемет, жерлер айналада бар әлі. Сондықтан балдардың санын көбейтуіміз керек. Енді ол жастарға айтылған сөз. Енді жалпы округіңіз жақсы, шаруашылыққа бейім көрініп тұр. Жастар да жақсы, жаңа көріп кеттік. Жақсы бастама. Сіздің осы ауылдың тұмалары, осы жерде жұмыс істеп жүрген, сыртта жұмыс істеп жүрген мешіттің құрылысын бастап кетті. Әдемі мешіт, әрине сауапты іс, Алладан қайтсын. Енді тағы да айтқым келеді, сұрақ жауап форматқа көшейік. Осы жерде негізгі басқармалардың басшылары отыр, рэктің кісілері отыр. Құқық қорғау, полициядан кім келді? Полиция, департаментінің орынбасары. Сол себептен осы жерде жауап табылмаса, онда кейін сауал берушіге міндетті түрде жауабын жеткіземіз. Сол ашық форматқа көшейік. Мархабат. Ұсыныс пікір айтамын деушілер бар ма?
құрметті Али Нәжмеденұлы және мынау келіп отырған қонақтар облыс орталығынан біздің Сұлукөл ауылдық округіне. Сіздердің келулеріңізге байланысты мына ауыл тұрғындарының атынан, өз атымнан қош келдіңіз деп құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Әрине бұл президенттің басшылығымен беріліп отырғанменен біздің елге, округке бірінші рет келіп отырсыз. Округтың әлеуметтік шаруашылық саласындағы жасалып отырған жұмыстарды аудан әкімі жеткілікті толықтай айтып өтті деп есептеймін. Енді оны маған қайталаудың реті бола қоймас. Бірақ бір аз кем айтатын әңгімелеріміз бұл: қалай шаруашылық жақсы, қалай дамыған дейтін болсақ, біздің Сұлукөл ауылдық округінің орталығы бұрынғы Қалдығайт совхозы 1957 жылы 5 колхоздан құрылған. 5 колхоздан. Оны совхоз болып құрылғанда алғашқы директор болып келген татар халқының өкілі Ешмақов Талғат деген ағамыз келіп құрады. Сол кезден бастап Қалдығайты совхоз болып 6-7 директор жұмыс жасады. Мен өзім Осыраның тұрғынымын. Сол директорлердің бәріменен де жұмыстас болдым. Шаруашылықты меңгеріп алға апарған ол кісілердің еңбегі бар. Сол директорлердің біреуі көзі тірісінде жұмыс жасаған мына алдымызда отырған Орынғали ағамыз. Осы совхоздың дамуына, мәдениетінің, халқының әлеуметтік жағдайын жасауға зор үлес қосты бұл кісі. Енді елдегі, ауылымыздағы жасалып отырған жұмыстардың бәрін айтып кетті. Мынау мәдени саланың бәрін айтты. Су бар, газ бар, мәдениеті бар. Мектепті күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Дегенменен де ел болғасын қазіргідей заманда шаруа болмай тұрмайды. Али Нәжмеденұлы. Мен жасымда келіп қалды ғой енді. Көрермін, көрмесім, бірақ бір 4 шаруа айтайын деп тұрмын. Мына соңғы әзірде дәл жарықтандырудың өзі де жасалып жатыр мынау. Бірақ бәрі бірден болмайды. Оған қаржы керек. Сондықтан жеткілікті бөлінген қаржыны дұрыс пайдаланып, округ әкімі, аудан әкімі жұмыс жасап жатыр деп есептеймін. Мен аудан әкіміменен де жұмыстас болдым уақытында. Енді мен айтайын деп тұрғаным, жаңа жол мәселесін айтып кетті аудан әкімі. Осы бір мына 27 шақырым жол қинайды. Бұл 86-87 жылдардағы басталып салынған грейдер еді. Енді осыны мына аудан орталығын, негізі біздің Батыс Қазақстан облысында жол өте нашар деп айтады ғой, телевизорда бәрін тыңдап отырмыз. Сол 27 шақырым жер, анау 250 шақырым жерден жүру қиын болып тұр. 27 шақырымда. Осы естіп отырмыз. Біздің ауданда жаңа аудан әкімі айтып кетті ғой, Қадыржан Орынбасарлы. Жол мәселесін бастағалы отырмыз деп. Соны тезірек бастасаңыз, қазіргі мынау елдің президенттің саясатына байланысты жастарды ауылға тұрақтандыру, оларға жұмыс беру, бір аз да болса пайдасы болар ма деп есептеймін. Енді бір мәселе, мына шалдың мәселесі көбейіп кетті деп жүрмеңіз. Мынау осы округтың орталығында 61-ші жылы салынған бір мекеме бар. Онда қазір округ әкімінің аппараты отырады.
ауылдың балалар бақшасы дамыған. Почта бар, халықты қамтитын. Тәртіпке шақырып отыратын полиция қызметкері бар. Осы 4 мекеме 61 жылы салынған ескі орында отыр. Оның аты ескі болғанменен жаңаға бергісіз ғимарат. 61 жылы салынған, бірақ 85 жылы жаңа өзіңіз көрген мектеп салынғаннан кейін ол орынды сол кездегі осы Қалдығайт совхозының басшысы Орынғали ағамыз оңдап совхоздың контора қылып жасаған. Бірақ енді кейін совхоз құлағаннан кейін әртүрлі жағдайлар болды. Ол ескірді, ол бұзылып та қалмақшы болды. Бірақ оның қалай салғанына дейін біз бала болсақ та көрдік. Фундаменті 1 метр 20 сантиметрге дейін барады. Маған сенбесеңіз қарауыңызға болады. Ол мекемеден осы отырған халықтың Қалдығайтылықтар бәрі білім алып шықты десем, мен өтірік айтпаймын. Өйткені менің өзім сол мектепті оқып бітірдім. Ноябрь айында 2 бала бір партаны арқалап көшіп келіп оқыдық. Енді осы мекеме негізі жалпы өмірде айтады ғой, енді мен білмеймін, мектепті бұзуға болмайды деп. Ол мектеп бұзылып та қала жаздады. Бірақ енді сіздің бірінші орынбасарыңыз Арман Кәрімұлының арқасында ол мектеп жөнделіп, 1,5 миллион теңгеге жөнделіп, қазір халықтың пайдалануына беріліп отыр. Әкімшілік, балабақша, бәрі бала үшін дейді ғой. Соның ішінен балабақша аштық. Уақытында Әшімов мырза келіп көріп кеткен, ашылған уақытта. Сұрағымды айтайын, енді асықта отырған боларсыздар, бірақ қалай болғанын тарихын білсін деп отырмын, ол кісі де бірінші рет келіп отыр. Сол зданияны күрделі жөндеуден өткізуге оны айтып тұрған себебім жеткізіп, оған округ әкімінің де, аудан әкімінің де әлі келмейді. Себебі оларда қаржы жоқ. Сіздің қолыңызда. Сосын больница бар. Ол да 61 жылы салынған. Ол да 2005 жылы жөндеуден өтті, бірақ енді төбесіне су кетеді. Бірақ бірінші кезекте жаңағы мен 4 мекеме отырған орынды жөндесеңіз деймін. Ал енді суда жіпті тартты, аудан әкімі көп сөйлеуге болмайды, бірақ айтпай кетуге болмайтын тағы бір мәселе болып. Қазақ айтады ғой, жұт 7 ағайынды дейді. Бізде соның біреуі келсе, екіншісі бірге келіп. Себеп ауылымыз дамыған, жаңа су бар деп отырмыз, свет бәрі бар. Енді свет сөніп қалса, ауылға келіп тұрған су жоқ болып қалады. Мынау қыстың көзі қыраулы, жел, өзіңіз білесіз, Орал облысының электр желісі де ескірген. Оны менен гөрі сіз жақсы білесіз. Свет сөніп қалған уақытта су болмай қалады. Себеп келе тұрғанда көрген боларсыздар, бір көшенің шетінде айтуға ыңғайсыз, басы жоқ адам тұрғандай. Сол су мекемесі соны жүргізгенде, соған башинаны ауыстырмай 2008 жылы салынған башинаны қалдырып, соған жалғап кетті. Енді ол жолы айтуға ұят, бірақ енді сіз көргеннен кейін
ананы ойлайтын боларсыз, соны айтып отырмын енді. Бұл жасалып тұрған нәрсе ғой енді, бірақ бәрі қаржы сіз арқылы шешіледі. Сондықтан құрметті ауыл тұрғындары, Алина Әжмеденова, Қадыржан Орынбасарлы, көп сөйлеп қойсам, айып еттіңіздер, кешірім сұраймын. Үлкен кісі айта береді ғой. Енді сол жаңағы жасалған жұмыстар жасалып қалса, Алдығайтының 4 құбыласы тегіс ауылдың қатарына кіреді деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Оң сапар тілеймін. Бітімәліға рахмет сұрақтарыңызға. Барлық қойылған мәселелер әрине орынды. Жолдарға қатысты, өзіңіз дұрыс айттыңыз. Қазақстан бойынша жолдардың сапасы біздің облысымызда ең нашар деп есептеледі. Ол статистика. Барлық жерде түсіндіріп келе жатырмыз себебін. Әрине кезінде дұрыс қаражат берілмеді. Енді қазір биыл жақсы қаражат түсіп жатыр. Біраз жолдарды жөндеп жатырмыз. Екіншісі, өздеріміздің жақсы мердігерлеріміз болған жоқ, компанияларымыз болған жоқ. Осы жол құрылысын жақсы білетін қазір 10 шақты, 15 шақты жақсы компанияларымыз бар. Солардың басым бөлігі өздері қазір подрядта. Бірақ ең негізгі себебі, барлық жерде айтып жатырмыз, бұл біздің ауылдық елді мекендердің саны көп. Басқа облыстармен салыстырғанда бізде 416, 426 болды, қазір 416 ауылымыз бар болса, басқа облыстарда 2-3 есе аз. Маңғыстауда 59, Атырауда 151, бізде 416. Әрине, әр қайсына статистика бойынша біз жолды салуымыз керек. Енді сол себептен жолдың ұзындығы да бізде 2-3 есе көп. Даже Ақтөбемен салыстырғанда да олардан да көп. Сол себептен әрине бәріне қазір қолымыз жетпей жатыр, қаражатымыз жетпей жатыр. Бірақ қарқын жақсы. Жылда 350-400 шақырым жолды біз қазір ремонттап келатырмыз. Бірақ сол жерде де бізде түсінуіңіз керек. Бізде рейтинг емес, бірақ бір есеп бар. Есеп бойынша ең үлкен ауылдарды бірінші кезекте біз жолмен қамтуымыз керек. 10 мың адам бар, 5 мың адам, 3 мың адам. Және үлкен жолдардың бойында жатқан. Өйткені сол жеңілдеу, сол жолды құрылыс жүріп жатса, сол мердігерлерді пайдаланып, біз кішкентай ауылдарға бірден жолдарды салып тастауымыз керек. Ол мемлекеттік қаражат игеру тұрғыдан ол дұрыс. Қай жерде қазір жұмыс жасалынып жатыр, құрылыс жүріп жатыр. Сол аймақта бірінші кезекте мынандай шағын ауылдарды біз жолмен жауып тастауымыз керек. Сол себептен әр ауданның бізде тізімі бар. Қандай ауылға бірінші кезекте жол өткізуіміз керек. РЭК-тің мәселесінде білесіз, ол да бізде мына ауылдық елді мекендердің саны көп болғандықтан, бізде электр желілердің ұзындығы да көп. Ең көп Ақтөбемен салыстырғанда, басқа облыстармен салыстырғанда 20 мың шақырымнан астам электр желілеріміз бар. Бұны да барлық жерде айтып жатырмыз. Бізде РЭК өткен жылдың күзге дейін жеке компанияның меңгеруінде болды. Біз сол жеке компаниямен соңғы 2-3 жылда келісімге келіп, қазір өздерімізге коммуналдық меншікке аудардық. Яғни, біздің РЭК-ке бюджеттен қаржылай көмек беруге тек қана өткен жылдың күзде мүмкіндікті алдық. Өткен жылдың күзден бастап, РЭК-тің кісілері бар. Жайлап жалақысын өсіруге бірінші біздің міндетіміз болды. РЭС-те істеп жүрген монтерлардың жалақысын білетін боларсыздар. 50-60 мың болды. Қазір 100-110 мыңға дейін жайлап көтеріп келе жатырмыз. Егер ауылда монтер электрик болмаса, әрине, ең бірінші біздің міндетіміз болды. Сондай монтерларға қолдау көрсету. Екіншісі, техниканы алып жатырмыз жайлап. Бірақ ең үлкен жұмыстар келесі жылдан басталады. Биыл қазір жобаларын жасап жатырмыз. Биыл ақпан айының бірінші күні үкіметтің қаулысы шықты.
Батыс Қазақстан облысының даму жоспары президентіміздің тапсырмасы бойынша бекітілді. Соның ішінде рэктің жағдайын жақсарту деген бөлек нені шығардық. Есепте шамамен 2000 шақырым электр желілері бар, ішінде КТП-сі бар, басқасы бар. Соның ішіне кіргіздік. Үкімет қолдады. Қазір біз жобаларды жасап жатырмыз. Жобалар биыл жасалынады. Келесі жылдан бастап осы 2000 шақырым электр желілерді біз модернизациядан өткіземіз. Соның ішінде сіздің ауданыңызда бар. Бірақ ең қауіпті жерлер, қай жерде құрылыс керек, соны кіргіздік, қай жерде ремонт керек, оны жайлап өздеріміз жасаймыз. Бірақ соны түсінуіңіз керек, электр желілердің ұзындығы өте көп бізде. Және олар әрине шағын ауыл болғандықтан оларға электр қуатты жеткізу, ол біраз шығындар, өздеріңіз түсініп отырсыз. 100 деген километр электр қуатты жеткіземіз, ана жерде тұтынушылардың саны өте аз. 100-200 үй болса, ол таза зиян ғой, біздің рэкке убыток. Сол себептен убытоктарымыз да көп. Енді қазір соның бәрін қарап жатырмыз. Шыны керек біздің рэктің жағдайы. рэк бар, водоканал бар. Сол совет кезінен бастап қордаланып келатқан мәселе қиын. Бірақ үкіметтің қолдауы келесі жылдан бастап болады. Енді ғимарат, білмеймін, балабақша ғимарат, акиматтың ғимаратының ішінде отыр ма қазір? Оны мектепке неге ауыстыру болмайды? Айгүл Әдергерей, балабақшаны мектепке неге кіргізу болмайды? Бөлек кіреберіс жасап, басқа ауылдар солай істеп жатыр ғой. Мектептеріңіз үлкен, қазіргі ремонттан өтті. Басқа ауылдарда бөлек кіреберіс жасайды, ішінде қабырғасын қояды, тек қана асханаға есік қалдырады. Дұрыс айтасыз. Сәлеметсіздер ме? Ол мәселеге барлық ауыл елді мекендерде жүргізіп жатырмыз ғой. Енді күрделі жөндеу кезінде 20-шы жылы жасалмай қалған. Негізі бір блокта обычно біздер солай арнайтын едік. Енді қазір ана ғимаратты көтеріп отыр, оның ішінде қазір бізде 2 топ 30 баладай ғана бар. Болашақта қарастырамыз сіздің айтқаныңызды. Қазір барып қарап келіңізші, егер. Жоқ, барам мен қазір шыққаннан кейін айттым барам деп. Бірақ та енді ол кезде олардың қазір көтеріп отқан жалпы ғимаратты ғой, жалпы жоқ, қазір балдардың жағдайы балабақшаны, оны өзіміз қарастырамыз. Жақсы. Акимат, ауылдың әкімі есептеп берсін, әрине. Әкімді, полиция да, басқасы да әрине жақсы ғимараттың ішінде отыру керек қой. Тәртіпті ұстап отырған жалпы ауылдың дамуына бірінші кезекте жауапты адамдар. Қарайық, давайте. Енді мына башнені айтып отырсыз, оны да хаттамаға салыңыз. Әрине башня, дұрыс башня болу керек. Қазір бізде бұрын темірден, бетоннан емес, темірден башняларды жасап жүрсек, қазір уже пластиктан шығатын қымбат емес башняларды қазір қолға неге кіргізіп жатырмыз. Сондықтан ол көп қаражат талап етпейтін болар. Башняны келесі жылға жоспарлап қояйық. Жақсы, келесі сұрақтар. Башняға аудан әкімінің, округ әкімінің қатысы жоқ. Бұл кісілерден бұрын болған жағдай. Осыны қадірлеуіңізді сұраймын. Рахмет. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Менде ең бірінші мәселе ауыл әкімінен болып тұр. Бүгінгі сіздің келетініңіз жайлы неге халыққа ескертілмеген? Бірінші мәселе сол. Мен жаңа группаға салдым, әдейі келсін деп. Біздің халқымыздың мәселесін, Сулыкөл ауылының мәселесін мына келіп отырған Қаратөбе ауданының адамдары білмейді. Сол себепті де халыққа ескертілу керек еді, келсін деп, тек қана үлкен кісілер емес, ол халықтың айтатын несі де бар. Екінші мәселе, бізде деген больница мәселесі. Больницаға үлкен ремонт керек, жөндеу жұмыстары керек, және сонымен қатар скорый. Біздерде осы скорыйдың, мен өзім осы ауылға жасап мамандығымен келдім, дипломмен ауылға үй алдым. Мен келгеніме 2 жыл болды. Біздерде скорыйдың жүрмей тұрғанына жыл жарымдай уақыт болды. Уже оны халықтың бәрі қолдайтын шығар деп ойлаймын. Енді бәріне керек нәрсе ғой скорый деген.
Сосын өзіміз ауырсақ өзіміз іздейді екенбіз көлікті. Көлігі бар адамдар аман қалып әрі қарай жүру керек те, көлігі жоқ адамдар өліп ол жердің астына кету керек екен. Мәселе сол скорый мәселесі. Жақсы. Жауап беріп алсын, сосын тағы да айтатындарым бар шығар. Басқа сұрақтарыңызды айтыңыз бірден. Содан кейінгі біздің сол мекеменің ішінде жұмыс жасайтын адамдар туралы, жаңағы врачтар или медсестралар, солар туралы. Біздің врачымыз жұмасына бір рет Қаратөбе ауданында жұмыс жасайды екен больницада. Бірақ ол кісі жұмасына 6 күн болса, сол 6 күннің 6-ында да Қаратөбеде жүреді. Біздер бала ауырса, я өзіміз ауырсақ, ол кісіні таба алмаймыз. Осының барлығын айтады деп, біздің мекемеге, мен ветстанцияда жұмыс жасаймын, тек қана біздің мекемеге хабарландыру бермеген сіздің келетініңіз жайлы. Және халық білмейді сіздің келетініңізді. Мен жаңа жазып отырмын, группаға звондап отырмын, 2-3 адамдай сыртта келіп тұр, оны опять кіргізбей отыр. Осының ішіне жиналысқа. Кіргізсін, ашсын да кіргізсін. Жақсы, рахмет тыңдағаныңызға. Атыңызды айтқан жоқсыз. Мырзагалиева Гүлзат Қонғалиқызы. Жақсы, рахмет. Мен келуім хабарландыру бойынша шыны керек қазір сайлау жарияланды ғой, сол себепте мен өзім несінің кестемді нақты айта алмаймын. Келесі аптада кестем қандай болады, өйткені қазір көп кісілер келіп жатыр, кетіп жатыр. Сол себептен кестені, нақты кестені қазір бекітуге және ертерек жария етуге сәл қиындау. Бірақ осы сапарым туралы бізде Фейсбукта, Нұрхат, 2-3 күн алдын ала міндетті түрде Фейсбукта шығарылады. Біздің әкімдіктің несінде, парақшасында. Сол жерден көруі болады, ешқандай құпия емес. Менің келетін, керісінше маған нақты күрделі сұрақтарыңыздың несін мен өзім білуім керек, түсінуім керек. Енді мына аурухананың жөндеуін қарап шығайық. Алдын ала есеп жасап көрсетіңіз. Оны қазір уәде бере алмаймын, жасаймыз деп бірден. Бірақ бір жоспарға қоямыз. Алдағы 1-2 жылдың жоспарына. Тағы да айтқым келеді, бізде барлық ауылдарда осындай проблемалар бар. Сол себептен әр ауданның несі бір белгіленген бюджеті бар, лимит. Сол лимиттің ішінде аудан өзі айту керек. Ең үлкен приоритеттер қандай, басымдық бойынша. Және мына ремонт ПСД жасаған кезде мектеп директоры бар, аурухананың несі бас дәрігері бар бұлар. Ең тиімді жолмен қараңызшы, бір өтініш жасаған кезде кейбір біздің басшыларымыз, директорларымыз бәрін тығып жібереді, қажетсіз нәрсені. Сосын бізге келгенде біздікілер тексереді. Егер ПСД артығымен бір нәрсе салынатын болса, онда біз қайтарып жібереміз, басқа ПСД жаса деп. Түсіндірген, мысалы үшін кейбір мектептеріміз қазандықты ауыстырады, жылыту жүйесін, батареяларын бәрін ауыстырады, терезесін ауыстырады, қабырғаның ішінен ремонт жасайды. Соның 100% ол жылы мектеп болатынын түсініп, бірақ соған қарамастан сыртынан еще минватор мынандай салады, сайдинг салады тағы да. Артық шығындар. Или мына совет кезінен жатқан мықты кафель плиткасы жатыр, әлі 50 жыл тұрады. Соны бұзып, үстінен біздің китайский плитка салады. Енді сол китайский плитка 2 жылдан кейін қайта бұзылады. Советский кафель, білесіздер, бұрын қалай салды, әлі 50 жыл жата береді. Сонда артық нәрсені салады, и жобаның сомасын қымбаттап жібереді. Әрине, біз айтамыз, мектептің жөндеуіне ондай сома бере алмаймыз, ішін қараймыз, ішінен сондай қажетсіз нәрселерді көп табатын болсақ, біз қайтарып жібереміз. Өйткені мектептің директоры, аурухананың бас дәрігері, ауылдың әкімі, аудан әкімі өздері дұрыс қараған жоқ. Қожайынша қарау керек. Жақсы, дұрыс есептелген, дұрыс негізделген жобаларға, жөндеулерге біз әрине қолдау көрсетеміз. Енді мына скорый помощь әрине керек, тоже жазып қойыңдар хаттамаға. Тек сіздің ауылыңыз емес, жалпы облысымыз бойынша
мәселе сәл күрделі. Келесі жылға біз жоспарлап отырмыз осы мәселенің басым бөлігін шешу бойынша. Бірақ мұнда біздің кісілеріміз неге Ульяновскке барып келді, УАЗдар қазір тоқтап тұр, УАЗдың несінің заводы. Өйткені кейбір бөлшек заттары шетелден келеді. Мен идея жібердім, бізге кем дегенде 50 машина керек, келесі жылға деп, барып кесіп алыңыз деп, бірақ олар келіп, келсе алмай келді. Өйткені қазір Ульяновский завод тоқтап тұр. Қазір басқа варианттарды қарап жатырмыз, басқа заводтарды. Кім мынандай жақсы вездеход, скорый помощь шығара алатын заводтардың іздеп жатырмыз. Бірақ сіздің ауылыңызды да жазып қояйық жоспарға. Басқа сұрақтар? Басқа бар ма тағы сұрақтар? Сыртта тұрған кімдерді жібермей жатсыздар? Сыртта кірген болды. Мына электр желісі бойынша сұрағым, мына сырттан келіп тұрған тоқ үзіліп кетсе жалғайды, ал үйіміздің ішіндегі розеткімізді қондыру жанып кеткен. Соны жалғайтын бір монтер бөлсе, азын шоғын зарплатамен болса да бір адам. Сырттан келіп істеп кетеді. Енді үйдегі біз жауап бермейміз дейді. Біздердің бала шағамыз бар. Өзіміздің электрден хабарымыз жоқ. Соған бір ауылдық, осы ауылға бір ішке бір монтер болса деп ойлаймын. Кім? Бағдат. Монтер бар ма ауылда? Мынандай мәселе неге көтеріледі? Қазір монтерлар біздерде көбінесе неге шығып кетеді, командировкаға, басқа ауданда округтерге. Ішті айтып отыр, бұл үйінің ішіне. Жеке шаруасын айтып отыр. Кәсіпкер ол өзінің қаржысын істету керек қой, жаңағы соған. Қандай кәсіпкер? Жоқ, бар ма? Монтер кәсіпкер? Жоқ, монтер істейді қана. Қазір таңда 2 монтер бар ауылдық округте. Олар жаңа аудандық жерге шығып отыр. Бұл кісінің сұрағы жеке өзіне. Түсініп отырмын. Соны білетін кәсіпкерлер жоқ та, осы электріктер. 2 электрик істейді ауылда. Жоқ, олар ресттің кісілері ғой. Ресттің кісілері, басқа жоқ. Басқа жоқ. Кәсіп ретінде. Жоқ, ондай жоқ ауылда. Розетка орнатып беретін кісілер бар болар ауылда. Или это рес сіздерге болмайды ғой да, ақылы осындай қызмет көрсетуге. Тұрғындары, абай мына біздің жұмысқа, құр кірмейді мына жұмыс. Іштің әрбір ақшаға ақылы бір жалдап өзің жасатуыңыз керек. Ішкі жұмыста, мына біздің жұмыстан кейін бе, демалыс күн бе, біздің электромонтерлермен келісіп жасасаңыз болады. Содан кейін ақша алады деген әңгіме болмайды. Бейресми түрде. Да, бейресми түрде. Содан кейін әңгіме болмасын, электриктер ақша алып жатыр деп, сыртынан ол жұмыстарына несіне кірмейді, міндеттеріне. Солай деп айтады. Жол деген не ғой, кәсіптік жұмыс қой, ол деген жалдалмалы жұмыстар ғой. Бізде мына ресттің кісілері ақылы қызмет көрсетуге олардың құқығы жоқ. Олар бәрі компанияның несі қызметкерлері ғой, ол кәсіпкерлер емес. Бірақ жаңа айтып отыр ғой, енді жасыратын ештеңесі жоқ. Барлық КСК-ның монтерлары жұмыстан кейін өздері ақылы сәл көмек көрсетіп жүретін кісілер бар ғой. Сол себептен мына енді ресми емес, бірақ бейресми қызметін көрсете алады, өздеріңіз ақшасымен келіссеңіздер. Бірақ мұнда ауылдың кісілері жиналып айтсын, там осындай тариф болады, егер бейресми болса, одан асырмасын деп, әрине, өз несін пайдаланбай жүрсін, өз несін
қызметін көмек ретінде көрсетіп жүретін монтерлар табылатын болар. Микрофон береді. Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары, келіп жатқан қонақтар. Мен осы Шамғонова Альфия, осы ауылдың тұрғынымын. Мен көпбалалы ана ретінде айтқым келетіні, жәрдемақы балдарға берілетін. 4 балам бар, 3-еуі оқиды. Мектептегі ысы тамақ берілмейді балдарымызға. Ысы тамақ берілмейді, әлеуметтік көмектерден де мен қағылып жатырмын, басқа балдар алып жатыр. Мендегі бар мал, олардың бәрінде бар. Неге берілмейді десең, малды есептейді, пенсияны есептейді, сонымен тигізбейді деді. Былтыр емес, 2020 жылы бала басына 21 мыңнан берілді ғой. Соның 2 айын бергеннен кейін сенің кірісің асып кетті деп, 22 теңге асып кетті деп, 2 айлық ақшамды қалайда өтейсің деп маған бермейді деді. Жаңа бермесе маған декабрьдің 24-іне дейін срок берді. Осы ақшаны кері қарай қайтарасыз, қайтармасаңыз сотталасыз деп осы ауылдың әкімшілік әлеуметтік қызметкерлер айтты. Зина апа білесіздер ғой, әкім де біледі, Зина апа да біледі. Сонда мен қалай өтеймін? Ең болмаса жұмыс қалыңыз дегенде жұмыстан бізге ақша бөлінген жоқ, ала алмаймыз деді. Біз өзіміздің азын шоғым малымызды сол қарызымыз алғанымыз рас, қарызымызды өтейік деп арзанға болса да бердік. Осы уақытқа дейін бірде-бір көмек те жоқ. Мына 42.500 теңге тағайындалды ғой, енді жыл сайын өсіп, қазір 51 мың ақшалам болды. Одан басқа кіріс кірмейді. Ал үлкен кісінің пенсиясы өзінің дәрі-дәрмегіне өзінен ауыспайды. Жақсы, сіздің жеке мәселеңіз ғой да? Жеке мәселем. Қазір осыдан кейін қабылдау болады, соған қатысарсыз. Сосын екінші айта кететінім, осы ауылда әкім келеді, бірдеңе келеді десе, постоянно осы тек мекемедегі кісілер жинақ қояды. Ауыл халқына әші хабарлап айтпайды. Неліктен ол жұмысы бар кісілер не шағым айтады? Мына айтқандай жаңа бір ауылдасымыз айтты ғой, Қалдығайты группасына жарнамалап айтып отыр, мә білмей қалдық, естімей қалдық деп жатыр. Сонда ауылдың әкімшілігіне ескертесіздер. Постоянно осылай, ал жалғыздың үні шықпас дейсіз, жалғыз өзім осылай шырылдап қалдым, Зина апамыз жұмыс береміз, ойбай үндеме деп шығарып салды. Әкімдер кеткеннен кейін ақша жоқ, бюджеттен ақша бөлінбей жатыр. Ондай штат жоқ деп бізге жұмыста берген жоқ. Ауылдың осы мәселесі. Жақсы, қазір осыдан кейін жеке қабылдауда, сол кезде сізге жауабын беріледі. Басқа мына елдің мәселесіне байланысты ұсыныстарымыз бар ма? Жеке мәселе болса, онда осыдан кейін қабылдау жұмыстары жүргізіледі. Сол кезде айтуларыңыз сұраймын ауыл тұрғындары. Қайырлы күн барша ауыл тұрғындары. Ғали Нәжімеденұлы, елге қош келіп жатырсыз. Есімім Тастаев Мәди Бақытжанұлы. Енді менде бір өзімнің көкейімдегі көзбен көріп жүрген нәрсені айтып кеткім келіп тұр. Мына жаңа осы ауылдағы электриктерді айтып кетейін деп едім. Алдында өзім осы бір столбаны жағалап барғанбыз Төлен елді мекеніне, Қалдығайттан. Столбаны шыны керек, көретін еш жоқ, кейбір жерде ағаш жоқ, үзіліп тұр. Жаңа өздеріңіз айтқандай, қоян жылы келеді ғой биыл. Сосын біздер жаңа сіздер Қалдығайттың тұрғындары 27 шақырым бойына өрсеңіздер, біздер ауданға дейін 70 шақырым бар. Шыны керек, жол деген жазым күні жетеміз, қыста енді қиындау. Сол жолдың мәселесі ақыр айтылып жатыр екен. Жаңағы жауаптарыңызды да естіп жатыр. Жоқ дегенде бір нөлепкі грейдер болса, қарсы салмайтын қысты күні. Бұлай қалған уақыттарда жетіп жатырмыз. Сол жаңа электриктердің еңбегі ескерілсе деймін. Өзімнің жеке пікірім, мына енді қыстың уақытында оңай емес, түгел столбаны жағалап жүру.
Жалпы енді барлық нәрсе қазір деген мына жарыққа байланысты. Мына қыстың уақытында свет сөнсе, шынымен ауылдық елде қазір барлығында газ орнатылған. Газда болмайды, светте болмайды, адамда көңіл күйде болмайды. Сол ескерілсе деген ұсыныс. Рахмет. Жақсы, Мади, жазып қойдым. Мына нулевка жөнінде оны меніңше істелінетін нәрсе. Енді электрожелілердің мәселесін айттым жаңа. Сәл қиындау, ең қауіпті учаскелерді бірінші көңіл бөлеміз, әрине. Бірақ ауылдың ішінде осындай мәселе болып тұрса, меніңше кейбір ауылдар өздері жиналып, бір-екі бағананы ауыстыру керек болса, 100-200 метр сымды ауыстыру керек болса, ауылдың әкімдері өздері шешіп жүр. Сондықтан ондай іштегі мәселе болса, өздеріңіз шеше аласыздар ғой. Сондай мәселелерді шешу үшін әрине бюджет болу керек. Сіздің бюджетіңіз қандай? Округтың. Өз кірістеріңіз қандай? 2 миллион. 2 миллион. Тоже мұнда қарап отырмын, барлық ауылдарда айтып жүрмін. Ауылдың кірістерін ауылдық әкімі жалғыз ғана емес, басқа кісілермен отырып, ақсақалдар бар, кәсіпкерлер бар, жайлап өсіру керек. Ол сіздердің қолыңыздағы бюджет, өздеріңіз шешесіздер. Сход бар, сход жиналып, жылдың басында, жылдың ортасында өздеріңіз айтуыңыз керек. Мені 2 миллион түсті, 3 миллион, 4 миллион, бірақ 2 миллион әрине аздау. Мұнда қарап отырмын, бұны да барлық жерде айтып жүрмін. Шаруа қожалықтарымызда жұмыс істеп жүрген ресми түрде кісілердің санын біз арттыруымыз керек. Өйткені ол біріншіден заң, еңбек заңы. Сол жұмыс істеп жүрген кісілер пенсиясын алу керек, ертең пенсияға шыққанда. Және медстраховкасы бар. Тегін берілетін медициналық қызметтер бар. Егер ресми түрде кісілеріңіз істемейтін болса, ертең пенсиясын ала алмайды. Минималдық пенсиясын алады 20-25 мың теңге. Және медициналық қызмет алынбайды. Сол себептен ол ауылдың әкімінің жұмысы, аудан әкімімен бірге. Мұнда қарап отырмын, кейбір шаруа қожалықтар жақсы, барлық кісілердің санын дұрыс көрсетіп жатыр. Шұғыла бар, Алтынай, Нұртөре. Нормасы бар ғой, 100 жылқыға бір бақташы, 150 сиырға бір бақташы, ол өсірген норма. Одан да төмен болды совет кезінде. Сол норма бойынша қанша адам істеу керек, соны бәрін ресми түрде жұмысқа алуыңыз керек. Айтады, алимент бар, кредит бар, бірақ оны түсінеміз, бірақ ол заң, еңбек заңы. Пенсиясы, салығы түсу керек. Салық осы жерде қалады, ешқайда кетпейді. Көп болмаса да 20-30 мың теңге айына қосылып тұрса, ол сіздердің бюджетіңіз, ешқайда кетпейді. Басқа шаруа қожалықтар 3-4 кісінің орнына бір адамды көрсетіп отыр, өзін, шаруа қожалықтың басшысын. Яғни басқа кісілерге наличкамен төлеп отыр. Ол дұрыс емес. Жағдайын түсінемін әрине, бірақ ол заңға қайшы. Салық төленбейді, пенсия ертең алмайды сол кісілер. Ол қазір түсінбейді, оны түсінетін болар, бірақ жарайды, ертең болады нәрсе деп ойлайтын болар. Ертең пенсия шыққанда пенсия төленбесе, білесіздер, ең минималдық пенсия алады ертең. Сосын басқа проблемаға ұшырайды. Сол себептен бұл ауылды әкімнің жұмысы, тағы да айтам, барлық аудандарда айтып жүрмін. Қай ауылға ертең көмек сұрайсыздар, мен сол ауылдың әкімнің жұмысын бірінші кезекте біз бағалаймыз. Арнайы бізде бөлме бар, қарайды. Әрине мына мал шаруашылығын несін есебін қарайды, ресми түрде қанша мал бар, бейресми бар болса, және мына қызметкерлердің саны қалай өседі. Егер шаруа қожалықтар ауылдың әкімін қолдайтын болса, ресми түрде жұмысшыларын алатын болса, уже біз көреміз, ауылдың әкімі жұмыс істеп келе жатыр, өз халықмен арасында түсінік бар, келісім бар деп. Сіздерде керісінше жұмыссыздардың саны өсіп келе жатыр. Ол әрине түсінем, ертең грант алу үшін, басқа АСП алу үшін жасалынады, бірақ оны да біз қараймыз. АСП алушылардың саны азаю қалай. Ол да ауылдың әкімінің жұмысы. Оған жұмыс тауып беру, немесе басқа грант арқылы өз кәсібін ашуға көмектесу. Ол да ауылдың әкімінің жұмысы, соған да біз қараймыз. Яғни сіздердің тарапыңыздан қарама-қарсы бізге қолдау болатын болса, біз де оң көзбен қараймыз. Әрине, сіздердің көп емес қой осындай
қолыңызда бар нәрселерді істеу, егер істейтін болсаңыздар, әрине бізден де қолдау болады. Сол себептен мына монтер, жаңа айттым ғой, бірінші кезекте монтерлардың жалақысын көтеру ол біздің алғашқы міндетіміз. Даже 110 мың қазір аз, өйткені монтердің жұмысы өздеріңіз білесіз, күні түні, қыста жазда жасайтын қызмет. Сол себептен біз монтерлардың ең бірінші біздің міндетіміз осы жалақысын көтеру әрі қарай. Сонда ғана монтерлар, электриктер осындай ауылдарда тұрақтанады. Жазып қойдым мен өзіме. Бар ма сұрақтарымыз? Жоқ па? Жақсы, мына құрметті ауыл тұрғындары. Енді айналып жүрген сізге рахмет. Келіп мына ауылдың тұрғындарымен осылай үлкен мәселелер айтып жатыр. Енді кейбір мәселелердің бәрін ауылымыз тұрғындары біздер білеміз. Енді монтер не мәселе шешілмей жатқан жерлер бар. Бірақ осы соны шешу бағытында мына ауыл әкімімен бірлесіп біз алдағы уақытта жұмыстанамыз осы мәселемен. Бәріңізге рахмет. Енді жақсы күнде. Тағы да рахмет. Енді әрине проблемалар бар, болады, өмір болғандықтан. Әр ауылдың, ауданның проблемаларын білеміз, бірақ мынандай шағын ауылдарға барғанда кейбір ауылдардың ерекше проблемалар болады. Сондықтан оның бәрін жазып отырып, ертең шешімдерін табуға әрине тырысамыз. Тағы да айтқым келеді, мал басының саны жақсы өсіп келе жатыр. Сонымен қатар жаңа аудан әкімі айтып кетті ғой, шаруашылықпен айналысатын жігіттерге айтқым келеді. Мал азығын өздері өсіретін болса, бақша өздері өсіретін болса, көбейтетін болса кісілерге біз келесі жылдан бастап субсидиясын көбейтеміз. Мұны тамшылау арқылы электропастух қоятын болсаңыздар, соған қазір 25% болатын болса, келесі жылдан мысалы үшін 50%-ға дейін көбейткіміз келеді. Сол себептен сіздерде білмеймін, осы ауылдың проблемасы бар ма, жоқ па, жайылым жерлермен, бірақ көп ауылдардың проблемасы жайылым жер жетіспеу. Сол себептен барлығын айтып отырмыз, азық шөпті өздеріңіз өсіріңдер, бақшамен айналысыңдар, электропастух, насос қойыңыздар, соған біз субсидияны көбейтеміз. Сол себептен қазір жоспарлауы болады келесі жылды. Өйткені мал басының саны өте көп қазір бізде. Бірнеше рет айтылды. Кейбір жылқы, ірі қара мал совет кезіндегі санынан уже асып келе жатыр. Жайылым жер әрине бәріне жетіспейді. Су мәселесінде жақсы білесіздер. Жылда азайып бара жатыр. Ол тек бізде емес, жалпы әлем бойынша тенденция ғой. Сол себептен ең тиімді жолмен егер кім ертең мал шаруашылығымен айналысатын болса, соларға көбірек қолдауды болады. Тағы да рахмет. Енді Сұлукөл округінің біздің белгілі кісілерімізді білеміз. Батима Төлебайқызы маған өзі кезінде сабақ беріп еді экономикадан. Қамбетова Клара Мұстақызы бар біздің белгілі журналистіміз. Әнші термешілер көп, солардың ішінде Рахметжанов Сағадат бар, сондай басқа белгілі азаматтар осы округтан шыққан аз емес, тағы да алдады болады деп есептеймін. Сол себептен баршаңызға тағы да рахмет айтқым келеді. Енді алдымызда үлкен саяси науқан, сайлау, кім үшін дауыс беру керек, оны әрине мен айтпаймын, айта алмаймын. Бірақ бәріңіз сол науқанға қатысып, бәріңіз барып, дауысыңызды беріп кетсеңіздер, ол сіздің белсенділігіңізді көрсетеді. Жалпы елде болып жатқан үлкен саяси экономикалық реформаларға қолдау болатын белгісі болады. Сол себептен сол науқанға бәріңізді белсенді қатысуға шақырамын. Тағы да баршаңызға рахмет. Саушылықта.